халқымыздың ар ожданы данышпан Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың бүгін туған күні. Ол тек туған елінің, туған жерінің ғана білікті азамат емес, бүкіл дүние жүзінің. Оны айтсаңыз, ғарышта да оқыстың Сәтбаев деген ғаламторда да бейнесі бар, жұлдызы бар. Бұл кісі менің көрген адам қолына су құйып бірнеше мәрте келіскен әкемнің арқасында. Біздің ауылда о кісі ашқан кендердің орындары осы күнге дейін бар. Жезқазғанға сіңірген еңбегі ол ешбір уақытта ұмытылмайтын сәт. Бүгін қала халқы өте қуанышты. Бүгін енді тамаша әкімдіктің ұйымдастыруымен, басқа шығармашылық топтың ұйымдастыруымен тамаша бұл жерде мероприятие өтті. Оның өздеріңіз көрдіңіздер. Биім билеп жатыр, әнін айтып жатыр. Осылай қуанышпен өмір сүре берейік. Халқымыз өркендей берсін. Облыс болып жатыр. Оның да елімізге экономикасына қосатын көптеген жаңағы қағидалары орындалсын. Жігіттеріміз келетін, облысты басқаратын адамдар Қаныш Имантаевтан үлгі алып, соғындай сабырлы, құрметті, қасиетті адам болып, халықпен жұмыс істесін. Біз соған тілектеспіз.